қанша көрермен көріп отыр да. Сен кішкентай болып, мысалы қазақ қанша қыздар айтасың, мен міндет емеспін келін қыз ет. Жаңа сен алдында қырғыз қызы келіп отырып кетті, айтты, мен ауылға да бәрін дайынмын деп отыр да. А сен отырып, мен не міндетім бас сендерге келіндік бір нәрсе өйтіп айтпасайшы, қанша адам көріп отыр, сен қанша қызға сен үлгі болып жатсың. Ол дұрыс нәрсе айтып жатқан жоқсың, сен насихат дұрыс жүргізіп жатқан жоқсың сен. Енді әркімнің өзінің ойы бар. Негізі әркім өзінің басы бар. Менің бір айтқан сөзіме бола, бәленбай адам менің сөзіме еріп кетеді деп ойламаймын. Әркім өзі шешеді. Жоқ, Баласа ханым, мына жерде ше, негізінде қазір Жанеркеге айтып жатсыздар ғой. Жанерке сені қаншама адам көріп отыр деп ше. Одан емес, негізінде қош келдің Рысбек бауырым. Бірақ осындай жігіттер де қаншама адамға дұрыс емес нәрсе береді, дұрыс емес ой береді. Осындай жігіттер қаншама қыздарға осындай ой салады. Сендер өздеріңнің еркектіктеріңді ұстаңдар да. Менің келіншегім не айтса сол болады деген не әңгіме ол, Рысбек? Сен қазірден қызға сондай ой беріп атсың, одан кейін қыз ертең